Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі, жұмсақ, балғын болып шығатын рулет дайындаймыз. Өте тез болатын, әрі дәмді болатын рулетті сіз де дәл осы видеодағыдай жасап көріңіз. Менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Рулетімізді бастаймыз. Негізі бізге 5 жұмыртқа қажет. Менің жұмыртқаларым өте үлкен болғандықтан мен 4 жұмыртқаны алдым. Осылай ағы мен сарысын бөліп аламыз. Қажетті заттардың барлығын описанияға жаздым. Бізде 120 грамм қант болатын, соның 120 грамның 50 грамын осылай сарысына салып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Мінекей осылай көлемі үлкен болып, осылай көпіршіп шығу керек біздің массамыз. Ал енді миксерімізді жуып, тазалап, жақсылап құрғатып сүртуіміз қажет. Сулы болса біздің массамыз шықпай қалуы мүмкін. Сол себептен жұмыртқамыздың ағына миксерімізді дайындап болған соң, қалған қантымызды сала отырып, осылай әппақ масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай әппақ өзінің көлемін сақтап тұратын масса қажет. Мінекей қарасаңыздар, біздің табағымыздан да түспей тұр. Тура осындай масса қажет бізге. Ендігі бізге қажет 2 массаны қосамыз. Осылай жаймен астынан үстіне қарай осылай дәл видеодағыдай араластырамыз. Себебі массамыздың көлемі басылып қалуы мүмкін. Сол себептен осылай астынан үстіне қарай жаймен араластырамыз. Ендігі бізге қажетті зат құрғақ ыдысымызға 50 грамм сұйық май мен 50 грамм сүтімізді құйып, осылай бір араластырып жібереміз. Осы сұйықтыққа біз алдында жасаған массамызды 1-2 қасығын салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Екі массаны біріктіреміз. Мен бір бөлігін алып қалғанмын. Сол бөлігіне майымыз бен сүтіміз араласқан массаны жаймен қосамыз. «100 грамм ұнымыз бен 2 грамм разрехителімізді, яғни қамыр қопсытқышымызды араластырып, осылай ситадан өткізіп, қосып аламыз. Міне бізде масса дайын болып қалды. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Біздің отбасымызға, балаларымызға қатты ұнады. Осы кезде достар, пешімізді 180 градуста 60 минутқа қойып қыздырып аламыз. Ұнымызды салып болған соң, астынан үстіне қарай дәл осы видеодағыдай араластырамыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Осындай пергамент қағазымызды төсеп, қамырымызды тегіс қылып, барлық жеріне жайып, жағып шығамыз.
Мінекей пешімізге жібереміз. 180 градуста 15 минутта пісіп қалады. Біздің коржымыз піскен-піспеген осылай тексереміз. Біздің қамырымыз 15 минутта пісті. Осылай теріс қарады. Суытып қоямыз. Ал енді біз креміне кірісеміз. Бөлме температурасындағы 120 грамм сары майымызды осылай миксермен ағарғанша араластырып аламыз. Кремін бұлай жасау шарт емес, үйдегі бар вареньеңізбен или сливкеңізбен жасауға болады. Дайын болған майымызға 120 грамм вареный сгущенка қостым. Оны да жақсылап араластырып, осындай бізде дәмді қоңырқай крем шығады. Мінекей креміміз дайын болды. Осылай бір келкі қылып, біздің коржымызға жағып шығамыз. Кремін сливкеден істеп арасына жемістер салсаңыз, өте ерекше рулет болып шығады. Ал енді пергаменттің көмегімен осылай рулетімізді ораймыз. Пергаментпен орап 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Себебі кремі сіңіп, өте жұмсақ балғын болып шығады. Мінекей достар, кремі сіңіп, өте жұмсақ болып шықты. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетін әрлесеңіздер болады. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өзіңіздің пікіріңізді білдіріп кетсеңіз болады.